Бүйрекке аортадан артерия реналис келеді де организмдегі қанды бүйрекке апарып кіргізеді. Мынау фильтрлейді, артериялық қанды тазалайды. Веналық қанды бауыр. Смотри, мына жерге әкелді. Әкелуші артериола мына ары қарай кетіп бүйректің тініне келеді. Бүйректің тініне мына әкелуші артериола, майда өнімдер бар ғой, бұлар шумақшалар. Ары қарай нефрон басылады. Шумақшаға әкелуші артериола қанды құйды, майда капиллярларда қан кіретті, мына жерге електен өткенде сүзгіге кетеді. Мына аймақта үлкен белоктардың барлығы обратно организмге қайтады. Эритроциттер мына жер өткізбеу керек. Келесі зәр ары қарай қан ары қарай ультрафильтрат болады. Кетті, сүзілген қан, плазма қалды ғой. Плазманың барлығы нефронның түтікшелерінде полностью сіңіріледі. Глюкоза бар ма, фосфат бар ма, кальций, натрий, калий, проксималды түтікшеде бүкіл органика сіңіріледі. Генле ілмегі ары қарай дистальды түтікшеден су сіңіріледі, обратно натрий сіңіріледі. Сіңіріліп, керек емес нәрселердің барлығы жинақтаушы түтікше ары қарай тостағанша табақша бұлай құйып, несеп ағарға құяды. Несеп ағар ары қарай қуыққа апарып зәрт шығарады. Түсіндің ғой? Бұл фильтр, нефрон, мынандай нефрон организмде миллион штугы бар.